Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай қара құмықтан өте дәмді тағам рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар. Қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып, май қызғаннан кейін етімізді саламыз. Етімізді 5-10 минуттай қуырамыз. Етімізді 10 минуттай қуырғаннан кейін осылай жартылай сақиналып туралған бір пиязымызды саламыз. Оны да етпен қосып 3-4 минуттай қуырамыз. Кубиктеп туралған картошкамызды саламыз. Кубиктеп туралған сәбізімізді саламыз. Кубиктеп туралған қысқа сақтаған тоңазытқыштағы тәтті балдар бұрышын саламыз. Тұзымызды, тәтті паприкамызды, кориандр, өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қосып, және бір ас қасық томат пастасын қосып, жақсылап араластырып, 5 минуттай қуырамыз. Үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құям. Бір қайнағаннан кейін астын баяу отқа қойып, ет піскенше 35-40 минуттай баяу отта қайнатамын. Оған дейін гречкамызды жақсылап тазалап, сумен жақсылап жуып, дайындап қоямыз. Минуттай баяу отта қайнады, етіміз жұп-жұмсақ болып пісті. Енді тазартылып жуылған гречкамызды салып, үстіне ыстық су құямын. Гречкадан 1-2 сантиметр жоғары болып тұруы тиіс суымыз. Суымыз бір қайнағаннан кейін баяу отта 20-25 минуттай гречкамызды пісіріп аламыз. Бір жасағаннан сәтті шығатын рецепт, міндетті түрде дайындап көріңіздер. 20 минутта пісіп шықты, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, пайдалы болса, каналыма тіркеліп, және жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, видео ұнаса лайк басып, поделиться батырмасын басып, WhatsApp желісіндегі чаттарға, группаларға бөлісіп қойсаңыздар екен. Алдын ала рахмет. Ас болсын, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.